Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. 2020 жылы оқитын өлке акциясы аясында халық ақыны Нұрпейіс Байғанин мен Мейірхан Ақтәулетұлының шығармалары таңдалды. Нұрпейіс Байғанин ерекше көркем, айрықша әсерлі, аса өнімді шығармашылық иесі. Жыраулық дәстүр мен жазба әдебиет арасындағы алтын көпір іспетті сөз зергерлерінің бірі. Нұрпейіс Байғанин 1860 жылы бұрынғы Орал облысы Темір уезі Қалмаққырған болысының нөмірі 1 ауылында, қазіргі Сүлікті мекенінде туған. Әкесі Байғана қара шаруа, өмірі мал бағумен өтеді. Содан тобан аяқ Байғана танады. Анасы Үміт тамаша әнші, домбырашы және ақын болған. Ол суырып салма ақындар айтыстарында көзге түскен. Ән айтуды анасынан үйреніп, жастайынан домбыра тартуға, жанынан суырып салып, өлең шығаруға талпынған. Көп кешікпей-ақ ол бала жыршы деген атқа ие болады. Нұрпейіс өз кезіндегі белгілі ақындардың жырларын тыңдайды. Олардың шығармаларын жаттап алады. Жас кезінен-ақ оның репертуарына Батыс Қазақстанның ақындары Абыл Тілеуұлының, Алаша Байтоқтың, Шернияз Жарылғасұлының, Нұрым Шыршығұлының өлеңдері мен жырлары енген. 17 жасынан бастап Нұрпейіс маман ақын болып қалыптасады. Белгілі ақындармен айтысқа түсіп, үнемі жеңіске жетіп жүреді. Ол кәдімгі ақындар сияқты ауыл-ауылдар аралап өлең шығарады. Көп кешікпей оның есімі тек туған жерінде ғана емес, оңтүстік Орал, Сырдарияның бойында, Қарақалпақстан, Хиуада, Түркменстанда белгілі бола бастайды. Нұрпейіс Байғанин негізі батырлықты, адамгершілік пен адалдықты, әділдік пен ізгілікті дәріптейтін, халық түйіп тыңдайтын Құбығыл, Төрехан, Қобланды, Ертарғын, Алпамыс, Қыз жібек, Айман-Шолпан сияқты жыр дастандарды жырлаған. Дайын сюжеттерді пайдалана отырып, халықтық, әлеуметтік мәселелерге арналған Ақкенже сияқты өз туындыларын шығарған. Назарларыңызға жыр жұлдызы Нұрпейіс атты кітап көрмесіне библиографиялық шолуды ұсынамын. Нұрпейіс Байғаниннің бұқарашыл, шыншылық тұрғыдан жырлаған ақын екендігін дәлелдейтін поэмасының бірі Нарқыз. Нарқыздың негізгі идеясы қазақ әйелінің өз теңдігі үшін жасаған жанқиярлық ерлігін көрсету. Ақын мақсаты ел азаматы, намыс, киік иесі болған күрескер қызын образын жасау. Бұл жинаққа Нарқыз, Төрехан, Ақкенже, Май толғауы, тағы басқа толғаулар мен дастандары және өлеңдері жинақталған. Нұрпейіс Байғаниннің таңдамалы кітабы ақын еліміздің тәуелсіздік жолындағы ерлік күресін, жаңа жарқын өмірді шабыттана жырлайды. Кітапқа атақты жыршының Нарқыз, Төрехан, Құбығыл сияқты үлкен дастандармен бірге Ұлы Отан соғысы жылдарында шығарған жалынды жырлары іріктеліп алынған. Ақындар аманаты қазақтың ауызша әдебиеті жобасы аясында шығарылған Нұрпейіс Байғанин шығармалары атты жинаққа бұрынғы басылымдарына енген шығармалары мүмкіндігінше сұрыпталып берілген. Ақтөбе кітапханасы сериясымен дайындалған көптомдықтың 2 томына эпик ақын, әйгілі жыршы Нұрпейіс Байғаниннің өлеңдері мен дастандары және ақынды көзімен көрген белгілі әдебиетшілер жазған естеліктер енген. Беркін Құрманбековтың Нұрлы жүзді Нұрпейіс атты кітабы ақынның 150 жылдық мерейтойына арналған. Бұл кітапта Нұрпейіс Байғаниннің өмірі мен шығармашылық қызметі берілген және де фотосуреттермен толықтырылған. Нұрпейіс Байғаниннің естеліктер таңдамалы шығармалар кітабында ақынның өшпес мұрасы, таңдамалы өлең, толғау, дастандары топтастырылып отыр. Ақын жыраудың көзін көріп, жырларын тыңдаған қазақ әдебиеті классиктерінің естеліктері де тарихи дерекнама ретінде ұсынылды. Жинақ ғасырлар кезіне төтеп берген асыл мұра, сөз өнерін қасиет тұтқан көпшілік қауымға, әсіресе жас буын өскелең ұрпаққа арналған. Нұрпейіс Байғаниннің 3 томдық шығармалар жинағының 1 томына ақынның әртүрлі басылымдарда жарияланған және бұрын жарық көрмеген толғаулары мен дастандары, айтыс, сөз қатыстырулары, нақыл термелер, жұмбақ өлеңдер мен жоқтаулары, өлеңдері енгізілген.
екінші томына Алпамыс батыр және Қобыланды батыр эпостарының ақын жырлаған нұсқалары еніп отыр. Жинақтың соңында томға енген мәтіндерге түсініктер, мәтіндерде кездесетін тарихи және діни есімдер, жер-су атаулары, сөздік, шартты қысқартулар қамтылған ғылыми қосымшалар берілген. Үшінші томына Төрехан, Қарасай Қази, Құбығыл жырларының ақын жырлаған нұсқалары енгізілген. Ақын репертуарындағы батырлар жырының желісі мен Қараүлектің, Мамайдың жоқтауының Байғаниндік нұсқалары да осы томда берілген. Нұрпейіс Байғаниннің үлгілі, өнегелі өмірі мен шығармашылығы туралы толығырақ білгілеріңіз келсе, Хромтау аудандық кітапханаға шақырамыз.